екі ақын айтысып отқан ғой. Сөйтіп бір ақын енді андай жаттап шығатын ақын болып тұр ғой енді. Сол бүкіл заготовкасын ұмытып қалған ғой. Сөйтіп ана ответ айтайын деп есіне түспейді. Домбыраны тартып бір 5 минуттай отырып қалған ғой просто. Сөйтсе екінші ақын қарсыласы қарап отырып бірдеңе айтқан. Сол ақынның жауабы әзілдің соңы. Бір ақын домбыраны 5 минут тартып отқан ғой. Қарсыласы күтуде. Тәте не болды деген ғой. Жөнім. Барлық жерін сүймедім. Әр жерлерінен тартып кеттің ғой дейма. Ау, бауырым, әр тарттың, бері тарттың. Деп ол да жаттан тағын болса. Ұйқаспен бір нұсқадан болса. Мен нені тарттың деп па? Бауырым, ар тарттың, бері тарттың, сен неге бұлайсызда кері тарттың дейді ғой. Бағанадан қаншама тартып тұрдың, бірақ түсінбедің нені тарттың дейді ма? Түсінбесең айтайын, мен саған түсінбейтін бірдеңе тарттым десе. Сен түсінбесін деп. Қысқа ма? Сен түсінбесін деп. Қайрат бүйтсеші, біраз тартып отырады ғой, сол кезде қарсыласы ақынше. Ойың түсіндім десе. Не айтайын дегенім? Ойың түсіндім десе. Соған жауап берейін десе. Соған жауап берейін деп 8 минут тарттық.